Жерар Гоу, Тавамба, соққа және де қақпаның есеп осылайша 2-2 болып отыр. Қақпаның бағанасына тиіп доп кейін серпілген еді, бірақ одан кейін допты Жерар Гоу қақпаға бағыттап үлгерді. Қазір Ахабер Гададзе бастаған бапкерлер жылдам артқа шегінулерін өтінуде, яғни осылайша олар Ақжайықты бүгінгі матчта жеңуге тырысып көрмек. Уақыт бар деп есептейді. Тағы да осы шабуылдың қалай өрбігендігін көріп отырмыз. Лунин шабуылды бастап берген. Жерар Гоу өкшесімен 20 нөмірдегі Леандро Тавамбаға берді. Доп қақпаның бағанасына тиіп кейін серпілген еді, және де оны Жерар Гоу қақпаға дәл бағыттап үлгерді. Өкінішті Ақжайық командасы үшін